Сәлеметсіздер ме оқушылар? Цифрлық сауаттылық сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентациядағы анимация. Сабағымыздың мақсаты презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру, құжатқа сурет енгізу. Ең алдымен оқушылар, презентация жасауға арналған редактор қалай аталатын еді? Есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Microsoft PowerPoint деп аталады. Осы Microsoft PowerPoint редакторын іске қосудың неше әдісі бар? Жарайсыңдар балалар, 3 әдісі бар. Оқушылар, біз қарапайым презентацияның қозғалыссыз слайдтар жиынынан тұратынын білеміз. Бір слайдтан екінші слайдқа көшкенде, слайдтар тек бір-бірінің орнын ауыстырады. Дегенмен, біз осы презентацияларға қозғалыс түрлерін енгізіп, жандандыра аламыз. Ол үшін пайдаланылатын әсерлер слайдтар арасындағы ауысулар және анимациялар. PowerPoint программасында анимацияларды баптау үшін мына әрекеттерді орындау керек. Мәзірлеу жолағынан анимация бөлімінен анимация қосу бөліміне кіреміз. Жалпы анимация дегеніміз бұл мультимедиалық технология, яғни қозғалыстағы нысанды бейнелеу әсері. Анимациялық әсер жасаудың 4 түрі бар. Олар кіру әсерлері, яғни қандай да бір нысанды слайдқа кіргізу үшін қолданылатын әсерлер. Келесі ерекшелеу әсерлері. Бұл әсердің құрамына нысанның өлшемін кеміту немесе ұлғайту, түсті өзгерту, оның ортасына айналдыру әрекеттері кіреді. Келесі шығу әсерлері. Бұл яғни нысанды слайдтан шығару үшін пайдаланылады. Төртінші әсер қозғалыс жолы әсерлері. Бұл әсерлерді нысанды жоғары, төменге, оңға, солға немесе жұлдызды шеңбер бағытында қозғалту үшін қолданамыз. Оқушылар, енді біз презентацияда анимация қолданудың мысалдарын қарастырайық. Ол үшін PowerPoint бағдарламасын ашып аламыз. Өзімізге қажетті презентация құрастырамыз және анимация қолдануға қажетті нысанды ерекшелейміз. Бұл нысанға анимацияны қалай енгіземіз? Ол үшін мәзірлер жолағындағы анимация бөліміне кіріп, анимация қосу бөлімін таңдаймыз. Мен алдымен бұл нысанға кірістіру әсерін қолданып көрейін. Үлкейту әсерін таңдайын. Ол бізде қалай болды балалар? Нысанымыз осылай кірістіріледі. Енді тағы да осы нысанға екінші әсерді қолданайын. Мәзірлер жолағындағы анимация бөліміне барамын. Анимация қосу бөлімінен ерекшелеу әсерін таңдайын. Ерекшелеу әсерінің ішінен айналу әсерін алайын. Ол бізде бұлай ерекшеленеді екен нысанымыз. Енді нысанымызға үшінші әсерді қолданып көрейік балалар. Ол үшін тағы да анимация бөлімінен анимация қосу және шығару әсерін қолданайық. Ол үшін сағат бойымен деген әсерді таңдайын. Бізде нысанымыз осындай түрде шықты слайдымыздан. Енді балалар, анимацияға әсердің 4-ші түрін қарастыру үшін ай жүзін 2 рет айналатын ракетаны мысалға алайық. Бізде айымыз дайын, енді суретімізге ракетаны кірістірейік. Ол үшін мәзірлер жолағындағы қою бөліміне барамыз. Суреттер. Өзімізге қажетті суретті белгілейміз және қою командасын таңдаймыз. Міне бізде слайдымызға ракетамыз қойылды. Енді оның пішімін өзімізге ыңғайлы етіп өзгертеміз. Міне бізде ракетамыз, айымыз
дайын. Енді бұған әсерлерді қалай қолданамыз? Ол үшін өзімізге қажетті нысанды ерекшелеп аламыз. Мәзірлер жолағында анимация бөліміне барамыз. Анимация қосу бөлімінен қозғалыс жолы әсерлерін таңдаймыз. Оның ішінен бізде қолдану жолы, пользовательский путь әсерін аламыз. Және ракетамыздың тұсына қандай бағытта қозғалу керек, соны өзіміз белгілеп сызып шығамыз. Ракетамыз айда 2 рет айналсын. Сосын ортасына барып қонсын, балалар. Бұл бізде қалай болады? Көрейік. Міне балалар, біздің әсеріміз осылай шықты. Енді бұның уақытысын баяулату үшін мәзірлер жолағындағы анимация бөлімі, область анимация деген бөлімді таңдаймыз. Сол жерде бізде экранымыздың оң жағына осы қолданған анимациямыздың баптаулары шығады. Бірінші әсер. Шыққанның оң жақ пернесін бассақ, міне бізде баптаулар мәзірі берілген. Бұл жерде уақытысын мен баяулатуым керек. Уақыт деген бөлімді таңдаймын, және уақыттың мерзімін, мысалы 2 секундта тұрған екен, оны мен өте баяу 5 секундқа ауыстырайын. Окей, батырмасын басамыз. Енді қалай қозғалды, қараңыздар. Енді балалар, осы ракетамыз айдың ортасына қонғаннан кейін жойылып кетсін, шығару. Яғни ракетамызды нысаннан шығарайық. Ол үшін ракетамызды ерекшелеп аламыз. Қайтадан мәзірлер жолағындағы анимация бөлімінен анимация қосу және шығару әсерінен жойылу анимациясын таңдайын. Енді бұл бізде қалай болды, балалар? Қарайық. Бұл жерде ракетамыз тез жойылып кетті, жойылу уақытысын да баяулатуға болады. Ол үшін екінші анимацияның баптауына кіреміз. Шыққанымыздың оң жақ пернесін басып, уақыт кешіктіру дегенге мен 1 секунд дегенді таңдайын. Окей, батырмасын басамын. Енді бізде нысанымыз қалай қозғалады? Нысан қолданған анимациямыздың қозғалу барысын біз просмотр командасы арқылы көре аламыз. Енді қараңыздар. Міне балалар, біз слайдымызда осындай реттілікпен өзімізге қалаған анимация түрін қолданып, слайдымызды әрлей аламыз. Оқушылар, бүгінгі сабақты сендер жақсы түсінді деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді түсінгендеріңе қарай смайликтердің біреуін таңдау арқылы кері байланыс жіберіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.